Құрбымның опасыздығы 2 бөлім. 8 наурыз еді. Нұрлан Балнұрды кешкі 8-де орталық паркке шақырды. Өкінішке орай қаланы білмейтін Балнұр Сарадан көмек сұрады. Осыны пайдаланған Сара ойланбастан басқа парктың мекенжайын сызып берді. Әдемі киініп, дайындалып, Балнұр кездесуге шықты. Саябаққа келген Балнұр кіре беріс есікте ұзақ күтіп қалды. 1 сағат, 2-3 сағат өтті. Нұрлан келмеді. Қараңғы түсіп қалған еді бұл кезде. Ал Сара бұл кезде Нұрланға телефон шалып, Балнұрдың басқа жігітпен кетіп қалғанын, оған сатқындық жасағанын айтты. Нұрланның қызғаныштан көзі қарауытып, естігеннің бәрін шын көріп тұрды. Балнұр қатты тоңып, көзінен жасы тамшылап подъезге жақындап келе жатты. Нұрланға ашуланып, бір жағынан бір нәрсеге ұшырап қалды ма деген ой көңілінен кетпеді. Кенет бұрылыстан шамын жақпай ұшып шыққан көлік оны қақты да кетті. Көзін ашса, палатада жатыр екен. Жанында медбикеден басқа ешкім жоқ. Аяқтары қатты ауырып тұр. Жай басын көтеріп қарап еді, есінен танып қала жаздады. 2 аяғын кесіп тастапты тізеден. Бар даусымен айғайлап жылай бастап еді. Медбике құшақтап жұбатты. Қайтсын, жанында демеу болар ешкім жоқ. Медбикенің аяныш сезімі еріксіз қызды құшақтап жылы сөздер айтқызды. Аспан жерге түскендей, бүкіл әлем одан теріс айналғандай еді. 1 апта жатты. Осы 1 аптаның ішінде ешкім келмегені жанына қатты батты. Әттең, әке-шешем-ай, жанымда болсаңдар, жылы құшақтарыңмен жылытар едіңдер. Мейірімдеріңді сағындым. Неге мен деп қыз қатты жылады. Бір кезде мейірбике сүйінші сұрағандай, Балнұр жігітің кеп тұр деді. Өз құлағына өзі сенбеген Балнұр ұшып тұрайын деді, бірақ аяғын көріп көңілі қайта түсті. Палатаға кірген Нұрлан Балнұрдың жанына ақырын жайғасты. Балнұр қуанып қолынан ұстайын деп еді, Нұрлан қолын тарта қойды да, қалайсың деді. Өзің көріп тұрсың ғой, деп жауап берді Балнұр, жылап. Кешір Балнұр, мен қоштасуға келдім, деген Нұрланның сөздері жығылғанға жұдырық болды. Кішкене болса да жанына жұбаныш іздеген Балнұрдың жүрегі қақ айырылды. Нұрланның соншалықты қатыгез екені ойы түгіл түсіне де кірмеген еді. Кешір, ата-анама сау келін керек қой, сен де мені түсінші дейді. Балнұр үн қатпады, терезеге тесіліп қарап жатты. Көзінің жасын сүртті де, кете бер, бақытты бол, деп нақ-нақ жауап берді. Осыны күткендей Нұрлан да тұрды да шығып кетті. Балнұр бұдан соң жыламады, қайта бұндай сатқыннан дер кезінде құтылғанына тәуба деді. 2 аптадан соң дәрігерлер қыздың жағдайын біліп, мүгедектер арбасын тауып берді. Ауруханадан арбамен шыққан қыз бірден Сараның үйіне тартты. Сара есігін ашты да, ренжіме Балнұр, мынау киімдерің, менімен бірге тұра алмайсың. Саған бір адам қарау керек қой, деді кемсітіп. Балнұр Сарадан осыны күткен еді, себебі оны Сараның көлігі қаққанын сезген. Киімдерінің арасынан тек керектілерін теріп алайын, көтер алмаспын деп ойлаған Балнұр киімдерін ақтарып отырып, анасы екеуі тіккен көйлектерді көріп, көңілі босап кетті. Бар ішіндегі жиналған қайғысын көйлекті бетіне басып отырып, жылап шығарып алды. Бұны көріп тұрған Сара еш аяушылық танытпады. Қайта Нұрланға қолы жететінін сезіп, қуанып тұрды. Тіккен киімдерін Балнұр орталық базардың алдында жайып қойып отырды. Мүмкін мүгедек тіккен көйлектерді біреу аяп сатып алатын шығар деп ойлады. Негізі осы отырысына өзі қатты қынжылды. Киімдеріне мән беріп жатқан ешкімде жоқ. Бірақ сұлу қыздың бұл отырысы көбісінің көңілін жабырқатты. Кеш те батып қалған. Қалтасындағы азын-аулақ тиынға жақын жерден барып ыстық нан алып келейін деп, арбасының дөңгелегін айналдырып кетті. Нанын алып келе жатыр еді, оның киімдеріне бір өте сымбатты, қымбат киінген үлкен келіншек тамсана қарап тұрғанын байқады. Жанына ұшып келіп,
«Апай, бірдеңке іздедіңіз ба? Ұнады ма бірдеңе?» деп алғашқы жақындаған адамына қуанып кетті. «Бұл дүниелерді кім тікті, кім тоқыды?» деп сұрады. «Мынаны мамам, мынаны мен» деп мақтаныш сезіммен көрсетіп жатыр еді. Майра сүйсініп, «Менің салоныма жұмыс істейсің бе?» деді. Алланың өзі жіберген бір мүмкіндік екенін түсінген Балнұр қуана кетті. Салоны керемет екен, іші үлкен. Майраның қол астында 6 қыз жұмыс істейді екен. Тек байлар киінетін салоны шамасы. Балнұр бірден тігілген, пішілген киімдерді қызықтап кетті. Майра Балнұрға таза киім беріп, қызды жөніне келтірді. Бірден жалақысын келісіп алды. Бірақ қазір Балнұр жалақыны ойлап тұрған жоқ. Қалай базарда түнеймін деген қорқыныштан құтылғанына қуанып отыр. Майра өте ақкөңіл, қайырымды келіншек. Жалғыз ұлы бар екен. Ол шетелде дәрігер боп жұмыс істейді екен. Балнұрды қызындай көріп кетті. Балнұрдың да қолынан өнер тамып тұр емес пе? Оның тіккен бұйымдарына сұранысты артып, Майраның ісі де оңға басты. Майра ұлы Сәбитті әуежайдан күтіп алды. Жолай болған оқиғаларды Балнұр жайлы бәрін айтып берді. Келе салып Сәбит Балнұрмен танысуға асықты. Себебі өзі дәрігер болған соң әрқашан қол ұшын беруге асығып тұратын. Балнұрдың сұлулығына тәнті болған Сәбит бірден шетелдегі қызметтестеріне хабарласып, Балнұрға протез аяқ салдыруға келісті. Бұндай мейірімділікті бұрын соңды көрмеген Балнұр бұл кісілерге шексіз риза еді. Бір айдан соң Балнұр мен Сәбит Израильға ұшты. Олар жақта 3 апта болып, қайта Қазақстанға аяқтан еш айырмашылығы көрінбейтін, білінбейтін жасанды аяқпен қайтқан Балнұр бақытты еді. Бір-біріне бауыр басып қалған екеуі қалай ұнатып қалғандарын да байқамай қалды. Сондықтан Сәбит Балнұрға үйленуге ұсыныс жасағанда ол ойланбастан келісті. Тойға да аз күн қалды. Тамада таңдап отырған Балнұр газет бетіндегі Сара мен Нұрланның суреттерін көзі шалып қалды. Сәбиттің оның еркелігін көтеретінін білген Балнұр «Тойымызда 2 тамада жалдайықшы» деп өтінді. Сәбит Балнұрдың айтқанын екетпейтін. Балнұр Сара мен Нұрланды және тағы бір тамаданы жалдап қойды. Тойда басталды. Керемет көліктен өзі тіккен керемет көйлегімен түскен Балнұр шын бақытты еді. Мейрамханаға кірерде бетін фатамен жауып алды. Фатаның арғы жағында Нұрлан қолында домбырасын ұстап дайын тұр екен. Жанына келген Балнұрдың бетін ашуға құлшынып, «Айт келін-ау, айт келін» деп сайрай жөнелді. Таныс дауыс, таныс ырғақ. Балнұрдың есіне сол кездер түсті. Бірақ өкініш жоқ, ол жай ғана мағынасыз естеліктер еді. Осы отырған ағайынға бір сәлем деп шабытты тасып тұрған Нұрлан домбырамен фатаны көтерді. Ар жағынан сұлулыққа тұнып тұрған Балнұрды көргенде суық суды бастан аяқ құйып жібергендей сезінді. Өкініш өзегін өртеп, бозарып, қатты қынжылды. Сара да құрбысының қандай дәрежеге жеткенін байқап, аузы ашылып тұрып қалды. Оның қолынан жұлқып ұстаған Нұрлан киініп сыртқа шығып кетті. Ол кезде Сәбит пен Балнұр бақыт вальсында айналып жатқан еді. Дүние кезек, бәрі де өкінішті, тек үмітіңді үзбесең болғаны.